Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін қиярдың жабылу жолымен бөлісетін боламын. Алдыменен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге сарымсақ қажет, лавр жапырағы, түйір қара бұрыш, болгар бұрышы, аскөк, сонымен қатар сірке су, яғни уксус, және де қызыл ащы бұрыш қажет. Ең алдымен қиярларымызды 2-3 сағатқа суға салып қоямыз. Одан кейін жуып, тазалап, екі шетін кесіп осылай дайындап аламыз. Менде қазір дайын жуып, тазалап, екі шетін кесіп алдым. Стерилденген банкімізге барлық қажетті заттарымызды орналастырып аламыз, яғни аскөгімізді, одан кейін сарымсағымызды саламыз. Менде сарымсақ ірі болғандықтан 2 данадан салып шықтым. 2-3 данадан салсаңыздар болады. Қызыл бұрыш міндетті емес, ащылығына қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен банкі басқанда жартылай осылай ащылай жауамын, жартылай ащы бұрышы жауып шығамын. Одан кейін лавр жапырағынан 2-3 данадан салып шығамыз. Қара бұрыштан да қалауларыңыз бойынша 6 немесе 8 данадан салсаңыздар болады. Одан кейін бөліктерге бөліп, тазаланған болгар бұрышын салып шығамын. Егер көкөністерді осылай астыңғы жағына салатын болсаңыздар, кейін суын төккен кезде бұрыштары барлығы сыртқа қарай төгіліп кетпейді, түбінде қалады. Маған осылай ыңғайлы. Одан кейін осының бетіне мен қиярларды орналастырып шығамын. Қиярларымыздың барлығын осылай салып шыққаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз да бетіне крышкасын жауып 15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минут өткеннен кейін банкідегі суымызды кастрюльге құйып аламыз. Қайтадан қайнатуға отқа қоямыз. Суымыз қайнағанша банкілерге тұзымызды, қантымызды салып шығамыз. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз саламыз және 1 ас қасық қант саламыз. Суымыз әбден сақырлап қайнағаннан кейін кастрюльдегі суымызды банкілерге құйып шығамыз. Одан кейін бетіне 1 шай қасық сірке суын қосып, бетін жабамыз. Банкілерімізді закрывашкамен жауып болғаннан кейін банкілерімізді төңкеріп, бетіне жылы одеялан жауып, 1 түнге қалдырамыз. Біздің банкілеріміз дайын. Жауып көріңіздер, қыста рахаттанып отырып жейтін боласыздар. Іске сәт.